Қымбатты ақ жаулықты абзал аналар, асыл әжелер, даланың қырмызы қызыл қызғалдақтарындай ару қыздар. Баршаңызды көктемнің көрікті мерекесімен құттықтай отырып, бастың амандығын, деннің саулығын, аспанымыздың ашықтығын, еліміздің тыныштығын, халқымыздың татулығы мен береке бірлігін тілеймін. Қазақтың аяулы ақын қызы Күләш Ахметова айтқандай, күн шыққанда күліп ояныңыздар. Тіршілікте ізгілік пен мейірім үстем болғай. Қазақ әйеліне, қазақ қызына жыр арнамаған ақын кем дегем. Мұхтар Шахановтың мағынасыз жылтырақты сақтамайды елеске, жалын болып жылу болмау, әйел болып сұлу болмау, табиғатты алдаумен тең емес пе? Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда, шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Деген сөздерін арнай отырып, ұстаздық ұлық қызметті таңдаған барша нәзік жанды бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесімен құттықтай отырып, халық даналығы айтатын теңіздің тереңдігін, қыранның көрегендігін, даланың жасықтығын, гүлдің нәзіктігін тілеймін. Ақыл, қайрат жүректі қатар ұстап, ойға алған мақсат тілектеріңізге жете бергейсіздер. Мереке құтты болсын, сұлу жандар.